ойымызбен осы күрес үйірмесін ашқалы отырмыз. Еркін күрес пен қазақша күресті. Соған мінекей бізге өте көп атсалысқан, көмектесіп қол ұшын беріп жатқан Халық партиясы. Оларға да мың алғыс, көп рахметімізді айтамыз. Келгеніме қуаныштымын. Осы еліміздің негізі келешегі біздің осы қазақтың қара ауылдарында. Неғұрлым бұл ауыл көбірек мықты болатын болса, 42% ауылда тұрады дейді, Қазақстанның келешегі де өте береді. Ең бірінші кезек сол денсаулық керек. Бірінші байлық денсаулық дейді ғой. Денсаулықтың бар осы дене шынықтыру спорт арқылы келеді. Сондықтан бүгінгі мынау іс-шара ұзағынан болсын, мынау жатқан інілеріміз өсіп өне берсін. Елдің атынан, мектептің атынан рахмет айтуға. Күрестің делегесі аталарымыз бәрі сол жауынгерлік рухқа осы күрес арқылы тәрбиеленген. Оның күнде тарихын қопырмай-ақ қойып, қазір ұлттық күресіміз, қазақша күрес оралды, жарыстар болып жатады. Сөйле елдің азаматтары қашанғы енді үкіметке қол созып үміттеніп алдын ашып, өз қолдарымен халық арқылы Халық партиясы берген рахмет осындай елге келіп